Мынау міне әкімдік, облыстық әкімдік, енді алға түсір, ал жақты. Қазір біз сот көшенің атауына экранға жаздым, нақты көшенің атын білмеймін. Соттың көшесі, облыстық полиция департаментінің көшесі. Сол жаққа түсір, сол жақта көріп тұрмыз. Жарықтар, көшенің жарықтары жанып тұрды. Нәлібаев, Әзімбек Пазылбекұлы. Ал алдымызда Бағдаршамның ар жағынан бастап көшенің жарықтары, шамдары жоқ. Қаланың бюджетінде шыдамай жатыр ма? Қазақстан бойынша бірінші орында тұрмыз да, Түркістан облысы қаржы сұраудан. Бірақ шамдарды жағуға ақшамыз жоқ. Оған қоса мына жолдар түсірші. Жолда жол белгілері басылмағанда, жүргізілмеген. 3 қатарлы жол, бірақ қайсысы қай қатар екен білмейсің. Мына жерде жол апаты ұшырайтын болса, біреу ДТП болатын болса, сол кезде бас қату нағыз сол кезде болады. Неге мына жерде жолдың таңбалары, белгілері салынбаған? Неге мына көшеде жарық, шамдар жанбаған? Бәрі орнында тұр. Ақшасы қайда кетті? Желініп кетті ма? Мен түсінбеймін осыны. Кім? Оң жақ түсірші, Мен көріп тұрмыз, әртүрлі департаменттер, басқармалар, мекемелердің бәрі орналасқан. Осы жақта қызмет жасайтын алдымыз түсіреді. Міне Қазпошта сол жақта. Сол жақта. Қазпошта тұр. Әні алдымызда Түркістан облыстық полиция департаменті тұр. Соларда ішіндегілер айтса болады ғой, мына жол таңбалары қайда, мына жарық неге жанбай тұр дегенде. Екі ортада қайда кетті ақшасы, түсінбедім мен. Кім? Әзімбек Пазылбекұлы. Жол бөліміндегі ұлан жамбылыңнан сұрайсыз ба? Әйтеуір бір жақтан ақша тауып қоссаңыздар, шамдарды қосыңыздар. Жаяу жүруші белгісі мына жерде жолда салынбаған таңбасы. Жанбол Рахматұлы аты жөнім. Әзімбек Пазылбекұлы. Нәлібаевсыз ба кім? Бюджеттен бөлінген қаражат қайда кетті? Жолдың таңбалары қайда? Мына жақта 3 қатар ма, 2 қатар ма, қанша бөлік екен, соны белгілеп салып қойсаңыздар. Бағаналарды орнатыпсыздар, жарайсыздар, ақшасы желінбейді. Ал жарығы қайда? Мына жерде тиіп тұр ғой, 1000 метр жүретін болсақ, облыстық әкімдік тұр. Нұралхан Көшерұлы. Кішкене бір қызығушылық танытып, айлығымды бос қалмайын дегендей қызметкерлеріңіз бар. Бір қоңырау шалып қойып, мына жердегі таңба қайда, жарық қайда деп анда-санда қызығушылық танытып тұрсаңыз, қаланың, облыстың жағдаймен. Нұралхан Көшерұлы, жарық берерсіздер мүмкін. Мына жерге жолдың жаңағыдай заң аясындағы таңбалар салынып, қауіпсіз жол ұйымдастырарсыздар. Байланыста боламыз. Тиісті мекемелер жаңа шарасын көреді деген сенімдеміз. Жанбол Рахматұлы аты жөнім.